Қош келдіңіздер. Студия осы. Отыра қойыңыздар. Ал біз тыңдайық. Эфир басталған жоқ па? Иә, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Енді өздеріңіз білесіздер, ел тұрғындары байқаған болар, соңғы кездері шаһарымызда атмосфераның ластануы, тұмша деп айтамыз ғой, жиі байқалады. Бұл денсаулыққа қаншалықты зиян, иммунитеттің төмендеп кетпеу үшін қандай тағамдар тұтынған абзал, мамандармен сұхбаттасайық, студиямызға келіп жайғасты. Енді өздеріңіз білесіздер, әсіресе Астанада қыстың күні ауа сапасы ластанып кетеді. Енді осыған байланысты қандай қам-қарекет жасалып жатыр, ауа атмосферасының дұрыс болуы үшін не істеу керек деген сұрақтан бастасақ, алдымен? Иә, әрине, оныңыз рас. Бізде жалпы дүниежүзілік ауа ластану рейтингісі бойынша Астана қаласы бірінші орында болмаса да, ондықта, әлем бойынша орында әркез орын алады, өйткені Астананың өзінің климаттық ерекшеліктеріне байланысты және халық санының тез өсіп келе жатқанына байланысты, соған байланысты көлік санында жоғарылауына сәйкес және қыстың қатты болуына байланысты бізде жылу электр станцияларының жұмыс істеуі, оған қосымша жеке тұрғын үйлердің өте көп мөлшерде көмір тұтынуына байланысты ауа ластануы өте жоғары. Оның ішінде әртүрлі химиялық қоспалар бар, мысалы азот, күкірт диоксидтері, PM2,5 деген өте үлкен көрсеткіш бар. Сол бойынша жалпы барлық әлемдік рейтингтер тұрғызылады, өйткені PM2,5 ол шаңның құрамындағы ең кішкене бөлігі, өте тез адам организміне өту қабілеті бар. Тез қанға түсу, өкпенің альвеолаларына тез ену ерекшелігіне байланысты осы көрсеткішті негізі бірінші көрсеткіш деп қарастырады. Оған қосымша әрине зиянды заттарды да есептейді. Енді ең көп әсер ететін көлік, сондықтан жасалып жатқан харекеттер жоқ емес бар, бірақ ол жеткіліксіз, өйткені біз айттық қой, халық саны өте қарқынды өсіп жатыр. Осы жерден нақтырақ айтайықшы, ауа сапасын реттеу үшін нақты не істелуі керек? Ауа сапасын реттеу үшін өте үлкен кешенді жұмыстар жасалу керек. Ол тек қана экологтардың немесе тек қана экологияны басқарып отырған министрліктің ғана шаруасы емес, кешенді барлық халық бірігіп, оған қосымша муниципалды органдармен бірге жұмыс істелетін харекеттер болу керек. Ол бірнеше өзі үлкен бағытта жасалыну керек. Бірінші, үнемі мониторинг керек. Үнемі мониторинг деген ол, мысалы, біз далаға шығарда ауаның сапасының қаншалықты екенін білмейміз, көшеде қанша PM2,5-ның немесе диоксидтердің санының қанша екенін білмейміз. Мысалы, дамыған елдерде қаланың кез келген көшесінде қанша екенін білуге болады. Соған байланысты адамдар өз тарапынан жасалынатын сақтану шараларын жасауға болады. Ол бірінші мысалы мәселе. Онан кейін мысалы көлікке байланысты әртүрлі стимулды шаралар жасауға болады. Дамыған елдерде мысалы адамдар транспортының қандай да бөлігін газбен тұтыну немесе электр қуатымен тұтыну бойынша алынатын жарнаның азаюы деген сияқты әртүрлі сондай мемлекет тарапынан жасалынатын шараларда жасалыну керек. Онан кейін айыппұлдарды жоғарылатқан және оған міндеттеген заң болу керек. Оның бәрі бір адамның және бір ведомстволық органның жұмысы емес. Енді көмір тұтынатын орталықтар бар ғой, мекемелеріміз бар, ғимараттар бар, тіпті жеке тұрғын үйлер бар. Енді осындағы газды кіргізу, газдандыру мәселесін реттесе, қанша пайызға азаюы мүмкін қазандықтарды, газ қазандықтарын ауыстырса? Негізі көмір тұтыну, газ тұтынуға қарағанда 2,5 есе көп шарындылар шығарады, зиян шарындылар. Яғни, егер де біз 100% көмір тұтынуды газ тұтынуға ауыстыратын болсақ, әрине ол 2,5 есе азаяр еді. Қазіргі күнде газификация жүріп жатыр Астанада. Мен кейінгі мәліметтер бойынша қазір жеке
негізі жеке тұрғын үйлер ғой көп беретін. Жеке тұрғын үйлерді газификациялау бүгінгі күнге 25%-ға газификацияланған деген мәлімет оқыдым. Мысалы Сарыарқа ауданында, Астананың 100% адамдар негізі мүмкіндігі бар, бірақ соның ішінде тек 65% ғана өздеріне тартып үлгерген екен. Оның бәрі әрине әлеуметтік жағдайға да байланысты. Сондықтан ол жағы да қарастырылу керек деп ойлаймын мемлекет тарапынан. Яғни ауаға тарайтын улы газдар, ауыр металдар, завод фабрикадағы жұмыстардан шығатын түтіндердің барлығы, мысалы үшін бұл бір себеп деп отырсыз, екінші бір себеп ол жаңағы көлік түтіндері. Нен шығатын екінші бір себебін атап отырсыз, егер алдағы уақытта газ қазандықтарына көшетін болса, тұрғын үйлер, ғимараттар, мекемелер, одан кейін көліктер де газға ауысатын болса, бұл едәуір біздің ауа сапасын реттеуге, атмосфераны реттеуге ықпалын тигізеді деп отырсыз. Бұл үшін қам-қарекет мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан үлкен шаралар қолға алыну керек деп отырсыз. Енді осы жерде айтайықшы, ауа ластанды деген сөз, біз тұтынып отырған, ішіп отырған су көздері де ластанды деген сөз ғой, Әрине, ауадағы болсын, жаңа топырақтағы болсын, судағы болсын, кез келген ластаушы зат бір-біріне өтеді, өйткені биосфера ол бүтін нәрсе, бір тұтас нәрсе. Ол бір компоненттен екінші компонентке өту әбден мүмкін, өйткені атмосфералық ауада жауын-шашын арқылы міндетті түрде барлық ластаушы заттар әрине газ күйінде емес, электролит күйінде, еріген күйде топыраққа да, суға да өтеді. Енді эколог ретінде өзіңіз айттыңыз, енді нутрициолог маманнан сұрайықшы, осындай уақытта, мысалы үшін ауа сапасы ластанған уақытта, нашарлаған уақытта, ауаның ластану деңгейі көтерілген уақытта адамның иммунитеті де түсуі мүмкін, иммунитет әлсіреп кетуі мүмкін. Енді иммунитетті нығайту үшін қалай дұрыс тамақтанған жөн, нені жеу керек, қандай тамақтар жеу керек, болмаса қандай тамақтардан адам өзін шектеу керек? Осы ауаның ластануы ол біздің иммунитетімізге, біздің ағзамызға кері әсерін тигізеді. Енді осы иммунитетімізді көтеру үшін, осы жаңағы ауруларға төтеп беру үшін біздер жаңағы дұрыс тамақтанып бастауымыз керек. Ол үшін деген біріншіден жаңағы рационымызда жаңағы көкөністердің, жеміс-жидектердің жаңағы санын көбейтуіміз керек. Себебі статистика бойынша біздің Қазақстанда жаңағы ұннан жасалған тәтті тағамдар, кондитерлік тағамдарды, транс май қышқылдары бар құрамында тағамдарды көп пайдаланады екен адамдар. Әуес. Әуес, сол тағамдарға әуес. Сондықтан жаңағы осы жеміс-жидектердің, көкөністердің жаңағы көбейтеміз санын. Және де жаңағы ақ тағамдар дейміз ғой, ақ сүттен жасалған тағамдарды, яғни пробиотик деп айтамыз оларды деген жаңағы ол айран, қымыз, шұбат, сондай тағамдарды да рационымызға қосуымыз керек. Ақуыздар, Ақуыздар, міндетті түрде ақуыздар. Ол жаңағы белок дейміз. Ол ет тағамдары, ет, балық, жаңағы жұмыртқа, ірімшік тағамдары. Енді бұл жалпы ауа сапасы ластанғандай емес, жалпы дұрыс тамақтанудың жолы осындай, Жалпы рационында осындай тағамдар болып тұру керек. Ал балаларға қатысты қандай да бір ерекшеліктер бар ма? Мысалы үшін балалар осындай тамақты жеу керек, жас шамасына қарай деген. Балалардың жас шамасына қарай жаңағы тамақтану бөлінеді. Ересектерге қарағанда ерекшеліктер бар, себебі балалардың ағзасы олар тез өседі, тез дамып келе жатыр, интеллекті дамиды, физикалық тұрғыдан дамиды, тез дамиды. Сондықтан олардың деген тамақтануы жаңағы ересектерге қарағанда жаңағы артық мөлшерде, артығырақ болады, жаңағы мөлшері дейміз да, тамақтанудың. Мысалы, белоктың мөлшері артығырақ болады, себебі деген мысалы, ересек адамдар бізде көбінесе гиподинамия, қозғалыс аз. Сондықтан біздер қозғалысқа байланысты. Қанша біз қозғаламыз, біздің жаңағы қимыл қозғалысымыз қандай, жұмысымыз қандай, соған байланысты тамақтануымыз керек. Ал балаларда, оларда жаңағы белоктың құрамын жаңағы өсіреміз, және де жаңағы айтып кеткенде жеміс-жидектер, энергия көп жұмсағандықтан, бұларда жеміс-жидек, көкөністерді көп пайдалану керек. Қуат беретін, энергия беретін. Және де күніне деген 4-5 рет тамақтану керек. Жиі тамақтанып тұру керек. Енді мынау қаншалықты рас нәрсе, лас ауамен тыныстаған адам семіздікке душар болады. Ондай жаңағы ғылыми деректер бар, ғалымдардың зерттеулері, дәлелдер бар.
Бұл деген жаңағы ауадағы ауыр металдардың біздің жаңағы ұйқы безіміздің жұмысын бұзуына байланысты. Бұл жаңағы инсулиннің дұрыс жұмыс жасамауынан артық салмаққа келеді. Және де жаңағы біздің центр аппетита деген болады, тәбет центрі болады, гипоталамуста, миымызда, соған жаңағы әсер етеді. Жаңағы ауыр металдар әсер етіп, бұл аппетит дейміз ғой, жаңағы тәбеттің артуына келеді. Сондықтан адам деген тоқтамастан жаңағы тамақтануы мүмкін. Көп мөлшерде. Демек, ластанған ауа адамны депрессияға да түсіруі мүмкін, эмоциясына да әсер етуі мүмкін. Ал мүмкін бе, мысалы үшін, осындай экологиялық ахуалдың салдарынан адамның тәбеті тамаққа жиі тартып тұруы, ретті ретсіз тартып тұруы мүмкін бе? Я жаңағы айтып кеткенде, ол жаңағы деген миына жаңағы осы бос радикалдардың, ауадағы ауыр металдардың әсер етуінен жаңағы центр аппетита дейміз ғой, олардың тәбеті артып тұрады. Артады, және де осыдан депрессия болуы мүмкін, депрессияға да ұшырауы мүмкін, себебі деген бұл жаңағы біздің жүйке жүйемізге де әсер етеді. Әсіресе, мысалы деген ғалымдардың жаңағы зерттеу бойынша деген, мысалы ауылдық жерлерден қарағанда қалада тұратын адамдарда депрессия, стресске жаңағы бейім келеді екен. Енді эколог маманымызбен ары қарай жалғастырсақ, жалпы енді біз айтып жатырмыз ғой, көбінесе мынау бізде қалада көліктердің көптігіне байланысты содан бөлінетін ауаға тарайтын улы газдардың әсерінен осындай біздің қаламыз деп айтайықшы, шаһарымыз көк түтінге оранып тұр деп, булығып тұр деп. Енді осы ретте қандай кеңес бересіз? Мысалы үшін кептелісте жүргізушілерге, жалпы бағдаршамдарда тұратын біздің тұрғындарымызға қандай кеңес айтасыз? Расында да мынау көліктен келетін ластаушылардың үлесі атмосфералық ластануда өте жоғары. Мысалы мегаполистерде ол 80%-ға дейін барады, 90%-ға дейін барады. Ол кептелісте тұрған кезде шығарындылар өте жоғары деңгейде бөлінеді. Өйткені мынау негізі шығарындылар, көліктен шығатын олар жартылай жанған жаңағы көмір сутекті бензиннің өнімдері, ол мысалы угарлы газдан білеміз, тұншығып өліп кетуге дейін барады. Жүргізушілер және жолаушылар сол жерде тыныс алу жаңағы жүйесіне өте жоғары әсер етеді. Сондықтан ондай біз білеміз сағаттар бар, час пик дейміз, өте көп кептеліс болатын сағаттарда сондай жерлерден өтетін жолаушыларға, жүргізушілерге респираторлар, маскалар тіптен медициналық киген жөн. Әсіресе негізі балаларға әсер өте жоғары. Өйткені балалар бойына байланысты, ол өзі жерге жақын атмосфера деген бар. Эмиссияға байланысты жерге жақын атмосферада шығарындылар өте жоғары концентрацияда болады. Сондай жағдайда баланы көтеріп алған дұрыс? Негізі көтеріп алған дұрыс, және балаларға да респираторлар немесе маскалар киген әрине дұрыс болар еді. Яғни түрлі тұмаудың, вирустық инфекциялардың туындауы да сондайдан болып тұр ғой? Әрине ол иммунитеттің төмендеуіне байланысты ғой. Вирустар, бактериялар бізде жан-жағымызда әрқашан болады. Оған иммунитет төмендегенде біздің организміміз бейім болады. Сондықтан ал жаңағы маманымыз айтқандай да барлық дәлелденген мәліметтер бойынша иммунитет шығарынды газдардан өте көп төмендейді. Ал енді желді күндері улы газдардың ауаға тарауы 2 есе көп болады дейді. Бұл жағдайда не істеу керек? Негізі смогтың пайда болуы керісінше желсіз күндері болады. Желсіз күндері бір локальды жерде өте жоғары концентрацияда болады. Ал желді күндері олар таралады, бірақ ұзақ жерлерге таралуы мүмкін, километрлерге. Ол да қауіптілігі бар, әрине. Бірақ жел газдардың концентрациясын жоғарылатпайды. Ол тек алыс қашықтыққа әрғай таралу мүмкіндігін жоғарылатады. Олай болса таңнан келіп, тұрғындарға енді біраз кәдесіне жарайтын ақпарат болды деп ойлаймыз.
шын мәнінде қалай тамақтану керек, ласта ауа күндерінде барынша үйде отыру керек, таза ауада тыныстайтын болса, жаттығатын болса, ағашы бар жерлерге бару керек деген сияқты енді бір жақсы кеңестер айттыңыздар. Таңнан келгендеріңізге рахмет. Ал қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.